Ж жалпы ызың дыбыстар дедік, иә. Ызың дыбыс, осы ж дыбысының артикуляциялық көрінісі қандай? Ш мен ж ағалы інілі. Ш дыбысы мен ж дыбысы өте туыс. Екеуінің, қараңыз, шыны айтқан кезде артикуляциялық аппараттарымыз тіліміз жоғарыда, тісіміз ашық, ерніміз сопақша. Ж дыбысын айтқан кезде де дәл солай болады. Енді қараңыз, дәл солай тіліміз, ж дыбысын айтатын кезде тіліміз жоғарыда, тісіміз ашық, ерніміз сопақша. Енді ш мен жның айырмашылығы неде? Онда екеуі туыс болса, ағалы інілі болса, неде айырмашылығы, е? Айырмашылық ш дыбысында, қараңыз, мотор жоқ, яғни ж дыбысында мотор бар. Ж дыбысында дауыс жоқ, ж дыбысында мотор бар. Яғни оны біз қалай білеміз? Баланың қолын алып, өзіңізге ұстату арқылы. Айтыңыз, мына жерде мотор жоқ, яғни діріл жоқ. Және дауыс жоқ. Енді мотор бар. Енді және дауыс қосылды. Ж дыбысы мен ш дыбысының айырмашылығы осыда. Артикуляциялық көрінісі бірдей бірақ. Яғни тілдің тұруы, қалай болып тұру керек, барлығы бірдей. Енді ж дыбысын қалай тұру керектігін білдік. Енді осы қалдай тәсілдермен дыбысты қоюға болады. Біз үш тәсілді аламыз, яғни араны көрсету арқылы, араның суретін көрсету арқылы, бұл еліктеуіш тәсілі арқылы балаға дыбыс қою. Келесі механикалық тәсіл. Механикалық тәсілде негізінде жалпы ж дыбысын қоятын кезде механикалық жолмен басқа тәсілдер, қазір мен сіздерге айтамын қандай тәсілдер екен. Яғни ж дыбысын, егер бала ш дыбысын қойдыңыз ба балаға, ш дыбысын айта алды ма, онда ж дыбысын айта алады деген сөз. Сіз еліктеуіш арқылы жаңа балаға дыбыс қойдыңыз. Енді механикалық жолмен дәл шыны қалай қойдыңыз, ж дыбысында дәл солай қоясыз. Өйткені артикуляциялық көрінісі бірдей ғой екеуінікіде. Яғни ухатискалық арқылы, тілді көтеру арқылы, былайынан көтеру арқылы, және де шпатель арқылы не істейміз? Балаға механикалық жолмен ж дыбысын қоямыз. Ал енді ж дыбысын саусақ, механикалық жолмен және саусақты қолдану арқылы. Бұл жерде балаға осы ж мен ш дыбысын айтуда екеуі бірдей қойдыңыз, тек қана мотор бар, мотор жоқ арқылы балаға үйретесіз. Бір-бірін ажыратып үйретесіз. Сіз жда мотор бар, шда мотор жоқ. Кәне көреміз тексеріп. Мотор жоқ, мотор бар, осылай. Келесі тәсіл, бізде үшінші тәсіл бұл түсіндірмелі, ауызша түсіндіру арқылы, яғни ж дыбысын айтатын кезде тілді жоғары көтер, тісіңді аш, ернім сопақша болады, екеуіне ұстап тұрамыз ағыны, яғни бұл үшінші тәсілмен. Енді сіз ж дыбысын қалай қою керектігін білесіз. Значит, ж дыбысын қоя алдыңыз ба, ол значит ш дыбысы бар деген сөз. Ш дыбысын қоя алдыңыз ба, ж дыбысы бар деген сөз. Енді машықтандыру, жаңағы дыбыстарды түзетудің 4 кезеңі бар ғой. Дайындық кезеңін білеміз. Ол артикуляциялық жаттығу, тыныс алу. Екінші, дыбыс қою кезеңі. Дыбыс қоюды біз қоюды үйрендік, механик тәсілдермен үйрендік. Енді үшінші кезең бізде машықтандыру. Қалай машықтандырамыз? Дәл солай шыда қалай машықтандырдыңыз, жыда да дәл солай машықтандырасыз. Яғни тек қана бұл жерде дыбыстың айырмашылығы. Жаңағыда ш, мұнда ж. Дыбысты созу арқылы, қысқартып айту арқылы, буынның басында, буынның ортасында, буынның соңында, сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында машықтандырыңыз. Тақпақ жаттату арқылы, жаңылтпаш жаттату арқылы, ертегі айтқызу арқылы, ауызша әңгімелесу арқылы баланың дыбысын машықтандырып үйретеміз. Төртінші кезең, ажырату кезеңі, ол осы ж дыбысына ұқсас дыбыстармен ажырату. Ж дыбысын шыдан ажырату, ж дыбысын з дыбысымен көп шатастырады, ж дыбысын з дыбысымен шатастыруды, ажыратуды үйретесіздер. Бұл тәсілді мен келесі сабақта айтамын. Енді сіз ш, ж дыбысын қалай қою керектігін білдіңіз, қандай тәсілдер қолданады және қандай кезеңдер арқылы біз қоямыз.
сіз қорықпай жұмыс жасай берсеңіз болады балаңызбен, немесе баламен, маман болсаңыз. Сіз енді дыбыс қоюды білесіз, ж дыбысын, және өте тез қоюдың жолдарын білесіз. Енді өзіңізге деген сенімділігіңіз арттырып, жұмысыңызды жасай беріңіз. Келесі дыбыста кездескенше сау болыңыздар.